Әлем назары Венесуэлада сенбі күні ақш қарулы күштері Венесуэлаға қарсы Absolute Resolve атты ірі әскери операциясын бастады. Президент Дональд Трамп Венесуэла басшысы Николас Мадуроның қолға түскенін ресми түрде мәлімдеді. Жергілікті уақытпен түнгі сағат 2 шамасында Каракаста жойқын жарылыстар басталды. CNN-нің хабарлауынша кем дегенде 7 стратегиялық нысанға, соның ішінде Ла Гуайра порты мен Ла Карлота әуе базасына соққы жасалған. Куәгерлер аспанның отқа оранғанын айтып жатыр. Трамптың айтуынша, ақш-тік ұшақтары Мадуро жасырын бункерге кіріп үлгермей тұрып оны ұстаған. Truth Social желісінде жарияланған суреттерде Мадуроның ақш әскери кемесінің бортында отырғаны көрінеді. Қазіргі уақытта ол ақш-қа жеткізілгені хабарланды. Спутниктік суреттер Форт Тюна әскери кешені мен Игероте әуежайына ауыр зақым келгенін растап отыр. Бұл М2 зениттік зымыран кешендері жойылған. ақш әскерилері барлық жоспарланған нысандардың талқандалғанын алға тартуда. Бұл оқиға Латын Америкасындағы жағдайды түбегейлі өзгертуі мүмкін. Бұл демократияны орнату ма әлде жаңа қақтығыстың басы ма? Пікір қалдырыңыз. Ең маңызды жаңалықтарды EBB News арнасынан қадағалаңыз.